Армысыз қазақ ұлты. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем етсін. 2 күн бұрын осы кім жол ашады деген тақырып жаздым да, барлығы шындықты айтып ем, бәрі сен де сол жолдан шыққан жоқсың ба, сен де ақылдың шәкірті емессің ба, анау мынау деген әңгімелерді төпелеп тастады да. Иә, мен де сол кісінің шәкіртімін. Мен лучший шәкіртімін. Неге дейсіз ғой? Мен айтқандардың бәрін орындадым. Ал сол ауылдың шәкірттері, ағананың шәкірттері, Ермек марқұмның шәкірттері, сол ұстаздың айтқандарын орындадыңдар ма? Бірінші айтқаны, керуенде сақ болыңдар. Екінші, шындықты айтыңдар. Және жолда таза жүріңдер деді. Және бірінші өзіңнің отбасыларыңды тазалабаңдар деді. Содан кейін барып жол аша аласыздар деп ұстаз айтты. Қайсың отбасыларын тазаладыңыздар? Біреудің отбасын тазалаймын, өзіңді өзің тазаламай жүріп, біреудің отбасын қаяқтан тазалайсың? Өзің таза тұрмағанда, өзіңнің ойыңда некең жоқ, өзіңнің бағыңды ашамай тұрып, біреудің бағын қаяқтан ашасың? Мәселе осы жерде. Осы сөзді сол кезде айтқан ұстаз. Екінші, ұстаздардың айтқаны, Қыдыралы марқұмның айтқаны. Мен өмірден өткенде, менің 29 жасында менің балам менің жолымды алып жүреді. Соған ергендеріңді мен қолдаймын деді. Қайсың еріп жүрсіңдер? Алдап, қолтығың астына алып, о баланы да сүріндіруге алып барасыңдар. Демек, сендер Аллаға да, әруаққа да бәріне серік қосып жүрген адамсыңдар. Себеп сол, ең бірінші шыққан шәкірттер Қыдыралының бәрі афинистсіңдер. Мен айтам, бірінші Қыдыралының түбіне жеткен сендер. Неге десең, ауылдың айтқан шартымен орындаған жоқсыңдар. Сендерге айтты, жолда афинистік жасамаңдар, жолда ақша жинамаңдар, және біреуді қараламаңдар, біреудің алдын аттамаңдар, бірінші отбасыларын реттеңдер деді. Қайсың істедіңдер? 5 уақыттарын реттеңдер, Құранды реттеп алыңдар, 7 ата-бабаларыңды жаттап алыңдар деп айтты. Қайсың істедіңдер? Және бірінші айтқан шарты, әр кезде орда ашып бер да шәкіртіңді жібер. Көрсін әркімнің өз аруағы жетек дейді. Қайсың шәкіртке бата бердіңдер? Шәкірттердің бәрін тұншықтырып тастадыңдар ғой. Демек, ұстаз сендердің ауыртпалықтарыңды көтеріп кетті. Сендер орындамаған затқа бола басын тікті. Өйткені сендер саттыңдар. Бәрің саттыңдар. Алғашқы 3 жылда шыққандардың бәрі сендер ұстазды сатқан адамсыңдар. Сендер жолды дұрыс көрсеткенде арттағы біз түп-түзу жүререк, ешқандай дуакеш, муакеш дегізбей. Әлі күнге дейін дуакеште келе жатсыңдар, әрі дуасыңдар. Кімнің жүрегі қандай, аруақ сондай ниет береді. Ал енді маған біраз дүниелер айтқан екенсіңдер. Анау болады дедіңдер, мынау болады. Бәрі болып өтті. Енді мен болашаққа бір ауыз сөз айтып кетейін. 1 ай жарымда ковид сияқты ауру жүреді. Июнь емес, июль айының аяғына қарай басталады. Бірақ қана ем бар. Кезінде ковид басталатын кезде 1 ай бұрын мен айтқан, бұның емі қойдың құйрық майы ғана деп. Енді бұл келе жатқан ауруда бірінші понос боласың, жөтелі боласың, сухой кашель боласың, бірақ суды көп іше бересің. Суға аппетитің болады. Бұның бірақ қана емі бар. Бұл аурудың бәрі овыштан келеді. Бұның бірақ қана емі жасы келген, 4-5 жасқа жеткен карғой деп айтсақ та болады. Карғойдың етін аз тұздап, сүрлендіріп, соның жазда асып сорпасын іше берген. Жас қойдың сорпасында құнар болмайды. Кәрі қойдың еті де майында сорпаға шығады, құнар болады. Бірақ ол пісу қиын дейді. Сондықтан аз тұздап, малосоленый қылып тұздап сүрлеу бассаңыздар, ол жазды күні өте керемет болады. Ашыған тамақтың орнын келтіреді. Ең бірінші аурудың бәрі шаурма, неше түрлі шетелдік тамақтардың содан жұғады. Неге? Олар шала пісетін тамақтар. Соның етінен шығады, соның ішіндегі овыштан шығады, шала піскен тамақтан. Соған сақтаныңыздар. Бірінші понос болғаннан бастап қойдың етін сүрлеп ішіп жеуге
сорпасын ішуге дайындалыңыздар. Бұл мен сендерге ескертуім. Ал енді бәрің маған сын айтқанша, одан да мені қолдап көріңдер. Мен осыны 1 жыл бұрын айтып келе жатырмын. Бірақ бұл жолдан да шығамыз. Бірақ өліп кетсеңдер де ұлы пин-код жасалмай, ол болмайды. Демек, жердің бетінде ақ пен қараның айқасының ішінде бәрінің таласып атқаны ұлы пин-код, ұлы жібек жолы, ұлы қазақтың даласы және қазақтың даласындағы тұрған құдірет неде? Осыған талас. А ол құдірет таңбалы тастарда. А ол таңбалы тастардың бәрі бұзылған, қайтадан таңбасын реттеп қоятын тірі адамдар, жанарыстардың істейтін тірлігі. Мен соған әрекеттеніп отырмын. Ниет қылғандарыңызға Алла разы болсын. Ал мені сынағандарға Құдай сіздерді сынамай ақ қойсын. Құдай сіздерді кешіре салсын. Бірақ уақыт келгенде жыламау үшін алдын ала қамданыңыздар. Ал маған қолдау бергендеріңізге 707 362 25 77 бар болыңыздар ағайын.